Кенесары хан қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен ұлы тұлға. Оның өмірі мен күресі қазақ тарихында ерекше орын алады. Кенесары ханның соңғы шайқасы туралы айтар болсақ, бұл шайқас тек оның өміріндегі ең соңғы сәті ғана емес, сонымен қатар қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының аяқталуы мен болашағына байланысты маңызды оқиға болды. Кенесары ханның қырғыз жеріне барар алдындағы ең басты мақсаты туысқан қырғыз халқын Ресей империясына қарсы күресуге шақыру еді. Кенесары өзі бастамашы болған ұлт-азаттық қозғалыс аясында қазақ халқының тәуелсіздігін қорғау үшін қырғыздармен күш біріктіруді мақсат етті. Ресей империясы қазақ жерін толықтай отарлап, қазақ халқының еркіндігін шектеп жатқан кезеңде Кенесары өз аумағын қорғап қана қоймай, басқа да түркі халықтармен одақтасуды көздеді. Қырғыз жерінде Ресей империясының ықпалы күшейіп, қырғыздардың да тәуелсіздігіне қауіп төнгендіктен Кенесары оларды бірігуге шақырды. Кенесары ханның идеясы бойынша тек бірігіп күш біріктірсе ғана Ресейдің үстемдігіне қарсы тұруға болады. Ол қырғыз халқын өзінің тәуелсіздік жолындағы күресіне шақырып, оларды бірлесіп ұлт-азаттық қозғалысын жүргізуге үгіттеді. Құрметті көрермен, мен Керемет ТВ арнасын қайта қолға алып жатырмын. Бұрынғы белсенділікке жетуім үшін сенің көмегің керек. Осы видеоға лайк басып, пікірге кез келген сөз жазып кетсең үлкен көмек болар еді. Рахмет. Соңғы шайқас және Кенесарының өлімі. Кенесары хан қырғыз манаптарына келіссөзге келуді үндеді, алайда бұл үндеу өзінің сәттілігіне жеткен жоқ. Кенесары ханның әскерін қырғыздар мен Ресейдің әскери күштері қоршауға алып, шайқас өте ауыр өтті. Кенесары ханның соңғы шайқасы 1847 жылдың мамыр айында Ала-тоо тауларында, қазіргі Қырғызстанның жерінде өтті. Бұл шайқас Кенесары ханның өміріндегі ең қасіретті кезеңді белгіледі. Оның армиясы қырғыздар мен Ресей әскери күштері тарапынан қоршауға алынды. Қырғыздардың да, ресейліктердің де саны Кенесарының қол астындағы әскерден әлдеқайда көп еді. Кенесары хан ұрыстың алдында өзінің әскеріне соңғы рет рух беріп, айқын жеңіс үшін күресуге шақырды. Бірақ осы шайқаста оған қарсы күресіп жатқан одақтар да көп болды, олардың ішінде қырғыздар мен Ресейдің әскері. Кенесары ханның әскері осы шайқаста өте ауыр жағдайға тап болды. Ол өзінің әскерін соңғы күш-жігермен басқарды, бірақ ресейліктер мен қырғыздардың саны көп болды. Шайқас өте ұзақ әрі қанқұйлы болды, ал Кенесары хан өз әскерінің арасында көптеген батырлар мен серіктерін жоғалтты. Осы шайқаста Кенесарының ұрысқа қатысқан көптеген сарбаздары қаза тапты. Кенесары хан шайқаста жеңіліс тапқаннан кейін, ол інісі Наурызбайға қырғыздардың арасын бұза қашып кетуге жағдай жасайды. Алайда оның соңғы сәтте өз бірбеткейлігіне басқан Наурызбай қалған аз ғана қолмен ағасын құтқаруға бел байлап қайта шабуылдап қолға түседі. Атақты хан Абылай ханның ұлы Қасым ханның ағайынды екі ұлы Кенесары мен Наурызбайдың хан ұрпақтарының соңғы тұяқтарының тағдыры осылай трагедиямен аяқталды. Қырғыздар Кенесары ханға сатқындық жасап, оны ұстап алды. Бұл жағдай Кенесары ханның өмірінің соңғы сәттері болды. Оның өзін ұстап алған қырғыздар оны жек көрінішпен өлтірді. Қаншалықты ер жүрек әрі батыр болса да, Кенесары хан мен оның батыр інісі Наурызбайдың өмірі осы қырғыз жеріндегі қасіретті оқиғамен аяқталды. Осылайша Кенесары ханның соңғы шайқасы қазақ халқының тарихында үлкен із қалдырды, бірақ оның арманы мен күресі әлі де ел есінде сақталуда. Кенесары хан өлгеннен кейін оның туыстары мен жақындары қатты қайғырғанымен, олар ханның арманы мен күресін ұмытпады. Өлген ханның көзінің тірісінде оған ермеген рулар Кенесарының өліміне қатты ашуланып, оның рухын көтеру үшін жиналды. Бұл рулардың ішінде әсіресе буын Кенесарыға қарсылығын білдірген қазақ рулары бірігіп қырғыз жеріне аттанды. Кенесарының өлімінен кейін біріккен қазақ руларынан тұратын әскер қырғыз жеріне аттанып, қатты кек алды, құн төлетті. Бұл оқиға тарихта Кенесарының өліміне жауап ретінде қабылданды. Біріккен рулар Кенесарыға сатқындық жасаған қырғыздарға қарсы қатаң кек қайтарды. Әсіресе Қарақалпақ және Арғын руларының жасаған әрекеттері маңызды рөл атқарды. Олар қырғыз жеріне барып, Кенесарының өліміне қатысты қырғыздарды жауапкершілікке тартты. Кек қайтару әрекеті Қырғызстанның бірқатар аумақтарын қиратып, көптеген қырғыздарды қазаға ұшыратты. Бұл қазақ халқының әділет іздеуі және Кенесары ханның соңғы шайқасындағы жеңілісін қайтаруға деген ұмтылысы болатын. Қырғыздардан қайтарылған кек, сонымен қатар қазақтың күрескерлік рухының қайсарлығын және әділеттілікке деген талпынысын айқындады.
Кенесары ханның соңғы шайқасы және оның өлімі қазақ халқы үшін ауыр кезең болды. Алайда оның өлімінен кейін болған оқиғалар мен кек қайтару қазақ халқының ұлт азаттық күресінің жалғасқанын көрсетеді. Кенесары ханның мұрасы, оның күресі мен ерлігі бүгінгі күнге дейін қазақ халқының ұлттық санасында сақталып, елдің тәуелсіздігі үшін күрескен ұлы тұлға ретінде есте қалады.